Қайырлы күн оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз томат пастасын жасап көрсететін боламын. Қазіргі помидордың, қызанақтың арзан кезінде осы томат пастасын дайындап қойсаңыздар, қыста рахатын көретін боласыздар. Ешқандай қоспасыз, красительдерсіз, нағыз табиғи томат пастасы кез келген тамағыңыздың дәмін кіргізеді. Қызанақтарымызды жуып алғаннан кейін қайнататын ыдысымызға осылай турап дайындап алатын боламыз. Менің парақшам сіздерге пайдалы болып жатқан болса, алдағы уақытта пайдалы рецепттерді жіберіп алмас үшін менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осылай дайындап аламыз турап. Енді суда ештеңкеде құймаймыз. Газымызға қоямыз. Помидордың өзінің осындай суы шыға бастайды. Сол суды шыққаннан кейін ситаның көмегімен осылай барлық шыққан суларды алып тастаймыз. Сулары бізге қажет емес, суларын бәрін алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін погружной блендер немесе қандай блендер бол, сол блендермен жақсылап езіп аламыз, пюре қылып. Қызанақтарымыз осылай біркелкі болып езілгеннен кейін тағы да ситаның көмегіне жүгінетін боламыз. Ситаның көмегімен жаңағы езілген қызанақтарымызды осылай қабығын алып тастау мақсатында қабығынан арылтып аламыз. Бізге тек қана пюресі қажет болады. Міне, барлық қызанақтарымызды осылай жасап шығамыз. Оқырмандарым, егер де сіздерге рецепт пайдалы болып жатқан болса, өздеріңіздің лүпілдеріңізді және де пікірлеріңізді аямай жаза кетіңіздерші, маған мотивация болады. Осылай ыдысымызға салып енді қайнатамыз. Қайнатқанда бір қайнағаннан кейін кішкене астын жай басып, бір 2 сағат шамасында қайнатып аламыз, қоюланғанша. Қызанақтарымыз осындай әдемі болып шығады ғой. 2 сағат шамасында енді қайнатып аламыз. Міне, жаңағы қызанақтарымыз бізде 2 сағат шамасында қайнады. Оға дейін біз банкаларымызды стерильдеп дайындап қоятын боламыз. Алдын ала қақпақтарын да және де банкаларды міндетті түрде стерильдеп дайындап алғандарыңыз дұрыс. Және де аяғына қарай осындай біраз қасық қант және де біраз қасық тұзды да қосып жібереміз. Стерильдеген таза банкілерімізге құйып аламыз. Және де әрқайсысының үстінен біраз қасық алма сірке суы немесе 6%-тен аспайтын уксустарды осылай құйып алсаңыздар болады. Міндетті түрде бұл құю керек. Осылай жауып аламыз. Бөлме температурасында немесе мұздатқышта, холодильникте, мұздатқыш емес, холодильникте сақтай берулеріңізге де болады. Немесе бөлме температурасында мен сияқты сақтасаңыздар ешқандай бұзылып кетпейді. Осымен томат пастасы дайын, ешқандай красительдерсіз, бояғышсыз, химикаттарсыз, таза табиғи жолмен дайындалған томат пастасы. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.